Енді Солтүстік Қазақстан облысының шағын қалалары мен ауылдық елді мекендеріндегі кәсіпкерлер қызықтырған сұрақтарына жауапты тұрған жерлерінен шықпай онлайн кеңес арқылы ала алады. Бизнес әр ауылға, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендердегі кәсіпкерлердің құзыреттілігін арттыру жобасы аясында Солтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлік және туризм басқармасы, даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша кәсіпкерлер палатасы мен Қазпочта филиалы төртжақты меморандумға қол қойды. Тараптар жасасқан меморандум аясында халыққа кәсіп ашу жайында жоспарлар әзірлеу бойынша, бухгалтерлік есептер бойынша кеңестер беріледі. Мы надеемся, что данный проект, скажем так, повлияет на активность. Бұл жоба кәсіпкерлерге үлкен көмек болады деп ойлаймын. Әрбір азамат қызықтырған сұрағына онлайн түрде кеңес алады. Енді қалаға келудің қажеті жоқ. Кәсіпкерлер почта бөлімшесі немесе бизнесті қолдау орталығында орналасқан компьютер арқылы кәсіпкерге қызмет көрсету орталығына скайп арқылы қосылып кеңес ала алады. Аталмыш онлайн кеңес беру жобасы облысымыздың барлық аудандарында жүзеге асырылуда. Яғни әрбір кәсіпкер почта бөлімшесіне, не болмаса кәсіпкерлерді қолдау орталығына барып, арнайы компьютер арқылы онлайн кеңес ала алады. В наших селах были установлены. Ауылды елді мекендерде интернет желілерін қостық. Біздің бөлімшелер белгіленген тәртіп бойынша жұмыс жасауда. Меморандумға қол қойған тараптар жобаның сәтті іске асатынына сенім білдірді.